Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнның үстіне мұздатқыштан шығарылған сары майды теркалаймыз. Сары май міндетті түрде салқындатылған болуы тиіс, себебі біз одан крошка жасайтын боламыз. Енді қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа мен қаймақты қосамыз. Менде домашний сметана болды, сондықтан да мен оны кішкене сүт қосып араластырдым. Бірақ егер сізде дүкендікі болатын болса, онда оны сүт қосудың қажеті жоқ. Енді барлығын араластырып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болып шығуы керек. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Менде творог құрғақ болғандықтан мен оны кішкене блендермен езіп алдым. Бір жұмыртқа мен қант қосып, жақсылап тұрып араластырамыз, сонымен біздің салмамыз дайын. Ал енді қамырын дайындайтын боламыз. Мен қамырды 2 тең бөлікке бөліп, өзімнің пісіретін формочканың диаметріне қарай жайдым. Енді жайған қамырымызды формочкаға орналастырамыз. Енді жаңа дайындаған начинкамызды біркелкі етіп салатын боламыз. Қамырымыздың екінші бөлігін жаямыз. Қамырымыздың екінші бөлігін мен сызықтарға бөлдім. Негізі осы сызықтардың диаметрлері, ара қашықтықтары, ұзындығы бірдей болса, өте әдемі болып шығады, сондықтан да солай жасауға тырысыңыздар. Бір жұмыртқаның сарысын сызықтардың үстіне жағып шығамыз. 180 градуста қыздырылған пеште 40-45 минут пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ, әрі дәмді болып шықты. Сіздерге дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма подписаться батырмасын баса кетіңіздер. Сіздермен алдағы уақытта тағы да жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Мұрат Мөлдір.